Көздің мезгілі, адамдар ауырып бастайды, салқын тиеді, жалпы вирус көп жүріп жатыр, тамақ қызару, қысу, жөтел. Соған осы жақында 1-2 күн бұрын, бір апта бұрын қызым ауырып жақсы болып шықты, жақсы болып емдеп алдым. Оған бірақ аугументин бердім, сироп езіп. Айтайын деп тұрғаным мына Зитмак. Зитмактың біраз пайдасы бар. Қанша дегенмен антибиотик, бірақ азитромицин қосылған мына жерде. Мына Зитмактың таблетка түрі. Ішінде 3 болады. Бір күнде біреуін ішесің де, сонда 3 күнде сап қылып тұр ғой. Бұл 500 миллиграмм. 500 миллиграмм бұл 100 миллиграммнан басталады. 500 миллиграмм үлкен адамдарға жақсы әсер етеді. Ал құрттай балдарға беретін болсақ, құрттай балдарға мына детский, бұны 100 граммдығын, 100 миллиграммдығын береміз. Мысалы да 100 миллиграмм кішкене несі, дозасы аздау. Ал мынау 500 деген үлкен адамдарға, бұл таблетка түрі. А мынау не? Езет, бұл сироп, типі сироп сияқты ғой. Бұл даже сап қылады. Бұл новый түрі, мен алып қойдым жалпы. Бұның алдында аугументин бергенмін, сосын мынаны бермедім. Аугументин өзінен де жақсы болды. Айтайын дегенім, люголямен тамақ қызарғанда люголямен сүртіп, люголянан бір қасық, қызылмайдан бір қасық құйып, тамағын сүртіп алсаңыздар, сап болады. Енді айтайын дегенім, осы қызылмай жалпы жөтелге де жақсы. Жаңа тамағын қызарып тұрғанда бір қасық ішкі жіберсең, жалпы енді бастап келатқанда да. Осы қызылмайдың мыңда бір емі бар жалпы. Бәр затқа ем ғой бұл қызылмай. Сонда ауызды тазалаған кезде де біреулері В12 қосып тазалайды ғой, мына люголямен де. Қызылмай қосса, вообще күшті болады. Тамақты қырмайды, зияны тимейді. Мақтамен бір сүртіп аласыз, болды, сап болады.